Сәлем достар, біз өте жұмсақ нан әзірлейміз. Бізге керек зат 200 грамм сүт, 250 грамм су, және сұйық май 50 грамм, 20 грамм тұз, 20 грамм дрожжды қосып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Араластырып болған соң аз-аздан ұнды себелеп қосып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап иі қанғанша араластырып илейміз. Және оны жылы жерге бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Көтерілген соң оны бөліктерге бөліп, менде 3 үлкен нан, бір кішкентай лепешка шықты. Оның бөліктерге бөліп, бетін жауып қойдым. Ол көтерілген соң осылай біртіндеп пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқа жақсаңыздар, беті өте әдемі, жылтыр, қызыл болып піседі. Осындай менде өте жұмсақ, барлығына ұнайтын бізде нан шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.